Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге мантының ерекше рецептін дайындайтын боламыз. Ең бірінші нанын дайындап аламыз. Нанын дайындап алғаннан кейін 30 минутқа бетін жауып, нанның иілін қандырып аламыз. Нанның иілі қанғаннан кейін осылай үстіне ұнымызды сеуіп, нанымызды жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай бір бүктейміз. Қамырымызды бүктегеннен кейін видеода көрсетілгендей қалтартып, ұзынырақ қалтартып кесеміз. Міне біз кесіп болдық. Енді қамырымызды алып, 4 бұрышты қалтартып кесіп дайындап аламыз. Міне біз қамырын дайындап алдық. Екінші қамырмен де тура солай жайып, кесіп дайындаймыз. Біздің каналда мантының басқаша дайындалатын рецепті бар. Сілтемесін описанияға қалдырып кететін боламын. Және қамырымызды осылай дайындап аламыз. Ендігі кезекте етімізді, пиязымызды және де майымызды 4 бұрышта қалтартып турап, оған қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тұзымызды қосып аламыз. Оларды қосып болғаннан кейін кішкене күнбағыс майын қосып аламыз. Ендігі кезекте барлығын араластырамыз. Дайын болғаннан кейін қамырымызға осылайынан фаршымызды салып шығамыз. Енді салып болғаннан кейін мантыны видеода көрсетілгендей қылдыртып жасаймыз. Мантының барлығын осылай жасап шығамыз. Міне біз мантыны дайындап болдық. Енді мантаварканы алып, оған су қайнатып, 45 минутқа бетін жауып пісіреміз. 45 минуттан кейін біздің мантымыз дайын болады. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий алдырып, подписаться етуді ұмытпайыныз. Астарыңыз дәмді болсын.